Ұзақ саяхатымыздың келесі нүктесіне де келіп жеттік. Семейден Өскеменге деген 6 сағаттық жол болды. Жол жеңіл өтті. Жақсы. Өскемен өте жасыл қала екен. Екі өзеннің қиылысында орналасқан. Ертіс және Үлбі өзендері. Ресми деректерге қарасақ, 1720 жылы салынған Ресей империясының бекеті деп айтылады. Бірақ тарихи жәдігерлерге қарасақ, қола дәуірінен, тіпті одан да ертерек уақыттардан бері бұл жерде әртүрлі тайпалардың мекендеген және де олар өте жоғарғы санаттағы тайпалар болғанын дәлелдейді. Анар, жаным, қалайсың? Қалай жеттің? Жолда. Жерге. Жолда шаршаған жоқсың ба? Шаршадым. Не істедің? Спала, кушала, пердела. Спала и все. Спала, просыпалась и все. Ұйықтағаннан шаршап кеттің ба? Өскемен қалай екен? Қандай айырмашылығы бар Семей мен Өскеменді салыстырсаң? Тем, что это город. Тем, что вот здесь есть же Троллейбус? автобус и вот такой. Трамвай. Да. Точно, А вот трамвай там бар. нету. Тағы не айырмашылығы бар? Собачка, мам, собачка. Еще здесь есть горы. Посмотрите. А что еще? Еще есть... Здесь чуть-чуть холоднее, чем Семей. Өзеннен салқын кеп тұр. Дұрыс. Жүріңдер, енді зерттейміз, Өскемен қаласын, жүріңдер. Набережкасында жүреміз. Мам. Я сказал только Астана первое место, а второе только Павлодар. Павлодар пока номер 1, да, из всех городов. Павлодар несімен ұнады? Ну, там именно семья такая, мне понравилась. Достар ұнады, И еще вот это. Есть же место, где вот это так сделано, а там можно вот на этой штуке. Сап. Сап. Усолка деген жерде шомылғандарын аптым. Қазанға сағат 6-да ерте тұрып, отелімізден шықтық. Енді қазір Қатон-Қарағайға бара жатырмыз. Таңғы Өскеменді көрсетейін ба сіздерге. Қаланың өзіндік атмосферасы бар. Бір жағынан өндірістік қала, ал екінші жағынан таулар мен өзендер арқылы тыныштық пен табиғатпен үйлесімділік сезіледі. Жолда болған қызықты оқиғамен бөлісейін. Бізді Өскеменнен шығып бара жатқан кезде бір рет полицейскийлар ұстады. Дұрыс емес, заңды емес жерде тұрып, тығылып, бұрынғы замандағыдай тұрып ұстап алды. Азат олармен салғыласып әйтеуір өзінің қателік жасамағанын дәлелдеп шықты. Сөйтіп штраф жазғызбады. Содан Серебрянскқа жақындап қалған уақытта тағы да жолықты. Полицейскийлер олармен де Азат салғыласып әйтеуір өзінің дұрыс екендігін дәлелдеп шықты. Сондай қызық естелік қалды. Одан бөлек бұл жердің енді табиғаты шынымен де ерекше. Алтай таулары барлық жерде жазылғандай бір ерекше өзінің магнетизмі, өзінің бір ерекшелігі бар екен. Әрине жолдар кейбір жерлерде нашар болды. Жолдар қиын болды. Бірақ соған қарамастан бұл жердегі жолдарды жасап жатқанын да көрдік. Туризм ақырындап дамып жатқанын көрдік. Радость окрыляет нас, придает нам сил запас, обостряет наше зрение и дает нам вдохновение. Анар жүрегіміздегі кернеп тұрған қуанышты әнмен сіздерге жеткізді. Біз Қатон-Қарағай ауданына да жетіп қалдық.
ол жайлы бір аңыз айтып берсем деп едім. Ерте заманда Алтайдың баурайында бейбіт өмір сүріп жатқан бір халық өмір сүріпті. Бұл елдің жері шұрайлы, тауы тұнық, орманы ну, аң құсы мол екен. Сол себепті бұл мекенді жұрт жәннат жері деп атайтын көрінеді. Бірақ бір күні бұл тыныштықты бір сұрапыл дауыл бұзады. Жер сілкініп, тау шатқалдары қақ айырылып, аспанды қара бұлт торлап, найзағай жарқылдапты. Адамдар қорқып, үйлерінен қашып биік тауларға тығылыпты. Осы кезде Алтайдың ортасынан бір алып тұлға көк тәңірдің елшісі болып келген ақ сақалды абыз пайда болады. Ол елге қарап, бұл жердің киесі бұзылды. Адамдар табиғатты ұмытып, оның қадірін білмей кетті. Егер сендер қайтадан жерді аялауды үйренбесеңдер, бұл өңірдің шырағы сөнеді депті. Содан соң ол қолын таяғына алып, үлкен қарағайды нұсқапты. Әлгі қарағай жайнап, күміс түстес нұр шашып, бүкіл таулы өлке қайта тіріліп кеткен. Адамдар ол ағашты қарағай ана деп атапты. Қарағайдың тамыры жердің тереңінен нәр алып, бүкіл Катон өңірін қорғайтын киелі символға айналыпты. Осыдан бастап, жұрт бұл өңірді Катон қарағай, яғни қасиетті, киелі, қарағайлы мекен деп атай бастаған деседі. Біз қазір мына видеода көріп отырғандай Берел ауылына жақындап қалдық. Берел ауылында сіздер білетініңіздей музей бар. Бұл жерде алтын адам табылған болатын. Одан ары қарай біз Рахман қайнарына бет бұрдық. Ол жол бойында әлі күнге дейін біз есте сақтап қалған, әрдайым есімізге алып отыратын бір көрініс бар. Ол осы жолдың көрінісі. Жан жағымызда жол бойы сары гүлдер, сосын күлгін түсті гүлдер, ағаштар болса ортаға қарай майысып, бір арка жасап, бізді күтіп алып отырғандай болды. Ерекше сондай ертегідей ғажайып көрініс болды. Бізге қаншалықты ұнағаны түрімізден ақ көріп тұрған шығар. Достар, жетістігімізбен бөліскім келіп тұр. Біз Рахман бұлағының басына дейін жетіп қалдық. 9 километр жетпей тоқтадық. Ары қарай біздің машинамызға өту қиындау болып кетті. JAG GS5 біздің машина. Сондықтан осындай әдемі жерде тоқтадық. Мұндай выемка. Осы жерде отырып қазір обедімізді ішеміз. Мұндай өте тамаша көрініс. Бұның өзіне білмеймін енді қанша бір 3000 километр теңіз деңгейінен жоғары жерде тұрған шығармыз. Өте сондай иісін айтып жеткізу мүмкін емес енді. Сосын анау жақтан алыстан бүркіттердің дауысы естіліп тұр. Осымен саяхатымыз бітті ма деген кезде қасымызға бір машина тоқтап, жүргізушісі бізге бір серпіліс берді. Ол қолдарынан келеді, ары қарай кішкене жол қалды, және де ол жоғары емес, сәл төмен жүресіңдер, қолдарынан келеді деп бізге үміт сыйлады. Содан басып кеттік, 5-10 километр сағатына жүріп отырып, жеттік ау ақыры. Қараңыздаршы, келгеніміз қандай тамаша болды. Әйтпесе өкініп кетер медік, кім біледі. Жеттік ау, жеттік, достар! Керемет жер екен. Помогите. Қазір радон қабылдаймыз. Вот, зорға жеттік. Уф-ақ деп. Жолы деген енді ужас екен. Соңғы Короче, 10 километр ғана ужас. 12-13 километр. В общем, Катон Қарағайда машина тастау керек екен. Сол жерден местный жігіт жаңағы машина
деликалар жүреді екен, осы жаққа қарай соларға отырып спокойно келу керек екен. Келетіндерге сондай ақыл. Бірақ машинаңмен және палаткамен келгеннің бір жақсы жері, осы жерде түнеуге қалуға болады. Және де барлық жақсы мүмкіншіліктермен қолдануға болады. Мысалы, мына жерде қайық алып, водопадқа дейін жетсе болады. Суы өте тәтті. Чувствуешь холодно, да? Вот здесь попробуй. Қалай екен? А здесь Анар апамыз радон ваннасы. А здесь попробуй. Вот там далеко. Где-то могут быть. Ладно, пошли. Они боятся. Давай ставим вверх, а потом. Давай. Алпамыс екеуміз орманның ішінен, орман емес енді кішігірім мындай тоғай ғой. Осының ішінде бір жерде су бар дейді. Сол суды іздеп жүрміз. Кто тебе так сказал?